Сәлем достар, мен сіздерге бүгін қыздарға арналған повязканың тоқылу түрін көрсететін боламын. Ол үшін бізге мынадай резинка, жіп және крючок керек болады. Мынадай тунистік тоқыларға арналған крючоктар болады. Осында крючокпен тоқығаныңыз ыңғайлы, болмасам жай крючокпен тоқысаңыздар да болады. Мен мына жерде міне 3/5 размердегі крючокпен тоқимын. Ал жұмысымызды бастаймыз. Жұмысымызды резинкаға қосып тоқимыз. Осыдан бастап тоқимыз мінекей. Ол үшін жіпті резинканы айналдырып өткізіп аламыз. Менің жібім жіңішке болғандықтан мен 2 қабат қылып алдым. Егер сіздердің жіптеріңіз осы көлемде қалыңдау болатын болса, 2 қабаттамай тоқысаңыздар болады. Осындай қалыңдау жіп болатын болса, бұл не әдемі көрінеді. Сол үшін мен 2 қабаттап алдым. Мінекей. Бірінші петля кетті. Резинканың астынан өткізіп жұмыс жібін шығарамыз да, мына жақтан қайттан жұмыс жібін осы петлядан өткізіп аламыз. Осылай 10 петля жасаймыз. Мінекей. 3, 4. Өте қарапайым және оңай тоқылады. Бірінші рет тоқып отырсаңыздар да қолыңыздан келеді. Қалай шығатын көру үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Осылай 10 петля жасаймыз мінекей. 8, 9 және нелеріңізді, петляларыңызды қатты қыспаңыздар, мынандай бос қылып алыңыздар. Сонда жұмысыңыз әдемі көрінетін болады. Қысып тоқитын болсаңыздар, ол қатты болып қалады да, әдемі көрінбей қалады. Енді мінекей біріншіден үсті біреуден өткіземіз, ары қарай 2-ден 1, 2-ден 1. Осылай соңына дейін 2-ден 1 шығарып аламыз мінекей. Бұл біздің бірінші қатарымыз болып есептеледі. Мінекей. Біз соның бірінші қатарды тоқып біттік. Енді екінші қатарда бірінші мына крючокқа жіпті іліп аламыз. Одан кейін мына жерде қарасаңыздар, өзі жеке-жеке көрініп тұр. Бірінші столбикке тиіспейміз. Екінші столбикке, екінші және үшінші столбиктен өткізіп, жұмыс жібін шығарамыз. Мінекей. Тағы да жіпті ілдіріп аламыз. 2 столбиктен бірден өткізіп, жұмыс жібін шығарамыз. Жіпті орайып аламыз. 2 столбиктен бірден өткізіп, жұмыс жібін шығарамыз. Мінекей. Соңында жұмыс жібін ілдіріп, мына жерден мінекей, мына жерден міне. Соңғы неде 2-ден 1-ден ілдіреміз. Осылай крючоктан шығарамыз. Бізде қазір крючогымызда 11 жіп болу керек. 11 жіп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ары қарай біріншіден біреуден өткіземіз. Одан кейін 2-ден 1, 2-ден 1, 2-ден 1. Осылай ары қарай өткізе береміз соңына дейін. Мінекей. Аса қатты қиын емес, өте оңай және әдемі көрінеді. Бізде қазір бірінші тоқыған кезде, бірінші қатарларда онша әдемі көрінбейді, мінекей қарасаңыздар, түсініксіз. Ендігі 3-4 қатар тоқығаннан кейін көрінеді, анық болып өзіріміз. Енді қалай істейміз? Жібімізді орап аламыз крючокқа. Енді мына жерде қарасаңыздар, біреуі үстінде, біреуі астында тұр жіп. Көрдік,
қой, міне біреу жоғарыда, біреу төменде тұр. Осы екеуінен өткіземіз. Мінекей. Осыдан өткізіп жұмыс жібін шығарамыз. Жіпті ілдіреміз, мінекей. Үстіңгі жіп, астыңғы жіп. Мінекей. Жіпті іліп аламыз. Үстіңгі жіптен, астыңғы жіптен. Жіпті ілеміз. Үстіңгі, астыңғы жіптен. Соңында тағы да жіпті бір рет іліп аламыз да, міне жерде қарасаңыз, міне өзі ерекше болып тұрады жіптер. Осы екеуінен бірден өткізіп аламыз. Ары қарай жұмыс жібіміздің барлығы 11 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Жібімдеріңізді санап отырыңыздар. Қателесіп кетпеу үшін. Және де крючокпен жұмыс жібін шығарған кезде мән беріңіздер. Егер былай шығаратын болсаңыздар, дұрыс шықпай қалады. Сол үшін крючокты былай өткізіп алыңыздар, мінекей. Сонда узорыңыз дұрыс шығады. Неге менің узорым дұрыс шықпай қалды деп не қылуларыңыз мүмкін. Сол үшін крючокқа жіпті іліп шығарғандағы неге мән беріңіздер. Жұмыс жібін іліп шығарғанға. Екеуден біреу қылып өстіп шығарамыз соңына дейін. Келесі тағы да көрсетейін, міне. Мына жерде көрсеңіздер өз белгілі, бір жіп үстінен, бір жіп астынан шығып тұр. Осы екеуінен бірден өткізіп алып, жұмыс жібін шығарамыз. Крючокқа бірінші жіпті орап аламыз. Мінекей. Өте әдемі болып шығады. Мінекей жіпті ораймыз. Екеуден біреу шығарамыз, мінекей. Соңында бұлай жанына қаратып, жанынан қарайсаңыздар, көрініп тұр. Жүрек құсап тұрады өзі. Содан өткізіп алып, шығарамыз крючокты. Көрдік қой. Енді бірінші біреуден өткіземіз. Одан кейін екеуден біреу. Екеуден біреу. Ары қарай тура осылай екеуден біреу шығарып кете береміз. Қатты қалың жіптен де тоқудың қажеті жоқ. Олда да онша әдемі болмай қалады. Осындай орташа көлемдегі жіптен болса, әдемі шығады тоқымаңыз. Қараңыздар. Бұл бұлай тартылғанда әдемі көрінеді. Жіпті іліп аламыз. Үстіңгі жіп, астыңғы жіп екеуінен бірден өткіземіз. Спесимен тоқыған неге узорларға ұқсап кетеді, қарап отырсаңыздар. Бас көлемін сантиметрмен өлшеп алып, соған қарай тоқысаңыздар болады. Егер де сантиметр болмаған жағдайда, басты өзіңіз жіппен өлшеп алып, соған қарай сонымен өлшеп отырып тоқысаңыздар болады. Осылай. Мен қызымның басын әлі өлшеген жоқпын, қазір тоқып жатырмын. Сантиметрмен өлшеп алып, сол көлемде тоқитын боламын. Түсінікті деп ойлаймын, қарасаңыздар өлшеу оңай. Аса қатты қиын ештеңесі жоқ. Келесі тағы да бір қатар көрсетіп жүрейін. Екі астынан, үстінен бірінші. Одан кейін астынан өткізесіздер. Үстінен, астынан. Шығарамыз, жіпті іліп аламыз, үстінен, астынан. Жіпті іліп аламыз, үстінен, астынан. Жіпті іліп аламыз да, мына шеттен, мына екеуден шығарамыз.
жіптеріңізді санап отырыңыздар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ары қарай біріншіден біреу, одан кейін екеуден біреу, екеуден біреу. Осылай жұмысымызды аяқтаймыз. Осылай өздеріңізге керек көлемде тоқып алыңыздар. Сосын соңын қалай аяқтайтынын көрсететін боламын. Мен де өшіріп тоқып аламын. Мінекей мен тоқып болдым. Қызымның басына өлшіп. Осы көлемде болды. Қызымның басына мына резинкамен қосып өлшейсіздер ғой, өлшеген кезде. Енді осы резинкаға екінші жағын біріктіруді көрсететін боламын. Ол үшін мінекей. Мына екеуін біріктіріп ұстаймыз резинкамен нені, тоқылған өнемізді. Мына жіпті, мына ілмекті резинканың арғы бетінен өткізіп аламыз. Бұлай. Крючокқа ілдіреміз. Енді мына жерде қарасаңыздар, міне. Міне. Мына жерде бөлек болып тұр өзі. Жұмысшымыз резинканың арғы бетінде тұрады. Мінекей қараңыз. Мына өрнектің тұсынан, мінекей, мына өрнектің тұсынан бір ілмек ілеміз, мінекей. Резинканы айналдырып. Екі жіптен бір жіп шығарамыз. Енді мына жерде міне. Мына екі, мына көрініп тұр, мына ортасынан. Осы жерден бір жіп шығарамыз. Екі жіп болады, екі жіптен бір жіп шығарамыз. Одан кейін келесі міне мына жердегі тесіктен шығарамыз, міне. Мінекей. Келесі мына жерден. Келесі мына жерден шығарамыз. Өзі арка болып көрініп тұрады тесіктер. Сол тесіктерден өткізіп, екі жіптен бір жіп, екі жіптен бір жіп шығарып, жұмысымызды аяқтаймыз. Соңына келдім. Мына жерден бір жіп, және соңынан мына жерден бір жіп өткізіп, жібімізді толық шығарып аламыз. Толық шығарып алып, мына жұмыс бастаған кездегі жіппен байлап, екеуін біріктіріп, артық жіпті қырып тастай салыңыздар. Сонда бізде мынадай керемет повязка пайда болады. Мына жерде егер байламайтын болсаңыздар, бір-біріне мына өз жағына біріктіріп тастасаңыздар да болады. Бұлай. Резинканың өзінен бір айналдырып байлаңыздар. Солай істегендерің дұрыс. Жаңағыдай қалатын болса, резинкамыз созылмай қалады. Осылай. Мынанда тура солай байлап, артық жіпті қырып тастаймыз. Немесе тоқыманың арасына жасырып тастасаңыздар болады. Бұл резинка бізде басымызды бүйтіп көлеміне қарай созылады. Резинканы қысқалау түрін алсаңыздар да болады. Сонда мынау қатты тартылмайды. Мінекей осылай кереметтей повязка пайда болды. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.